Сәлем достар, бүгін біз бір қамырдан осындай бауырсақ күлшенан дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді, керемет болып шықты. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен мен бір ыдысқа жарты литр су, жарты литр сүтті қосып дайындап алдым. Міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне тұзды қосамыз. Достар, толық құрамын описание бөліміне жазып кетем. Қантымызды қосамыз. Араластыра отыра бір тал жұмыртқамызды қосып, сухой дрожжды қосамыз. Және еріген сары майымызды қосып, қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды осылай аз-аздан қоса отырып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Міндетті түрде қамырымыз өте жұмсақ немесе қатты болмау керек. Орташа етіп қамыр илеп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда жаңадан шыққан видеоларды көре аласыздар. Бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз міне көтерілді, әп-әдемі болып. Енді осы қамырдан бауырсақ күлшенан пісіретін боламыз. Духовканың бір листін алып, бетіне пергамент бумагасын төсеп, алдын ала осылай дайындап алдым. Енді бір ыдысқа кішкене сұйық май дайындап қойдым. Қолымды майлап, осылай күлшенанға домалақ етіп қамыр бөліп аламыз. Мен бір келкі етіп бөліп шықтым көз мөлшермен. Сіздер таразымен алып бір келкі етіп бөлсеңіздер болады. Немесе мен сияқты осылай қолмен бөліп шықсаңыздар болады. Барлық күлшенанға мен бір келкі етіп осылай бөліп алдым. Қалған нандарды осылай жан-жағынан жинап, шетке қоя тұрдым. Міне күлшенанымызды бір келкі бөліп шықтым. Енді бетін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Қалған қамырды мен тақтайға ұн сеуіп, қамырымызды қойып, ары-бері бетіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шықтым. Осылай қалыңдығы 1 сантиметрдей еттім. Домалақ формамен осылай бөліп шықтым. Артық қамырды жинап алдым. Міне демалдырамыз бұны да 10-15 минутқа бетін жауып. Енді көтерілген күлшенанымызды міне қолдың көмегімен осылай ортасын басып шықтым. Жақсылап басып, вилканың көмегімен әсемдік үшін осылай үстінен басып шықтым. Жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шықтым. Барлық жерін. Және үйде менде кунжут болды. Бетіне кунжутты сеуіп шықтым. Барлық жеріне. Сіздер егерде кунжут жоқ болса, себудің қажеті жоқ. Және алдын ала мен духовканы қыздырып қойдым 180 градусқа. Осы күлшенанымызды духовкаға салып 20 минутта пісіріп алдым. Сіздер духовкаларыңыздың несін қызғанына байланысты пісіріп алыңыздар. Енді міне бауырсағымыз көтерілді. 10-15 минуттай тұрды. Осыны пісіріп аламыз. Қызып тұрған сковородкаға, сковородкаға сұйық май құйып, орташа отта кішкене қызғаннан кейін мен бауырсақты сала бастадым. Қатты қызып тұратын болса, тез қызып, сап-сары болып, екі жағы ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті мен орташа қызған майға бауырсағымызды осылай салып, ары-бері вилканың көмегімен аудара отыра осылай пісіріп алдым. Бауырсағымыз жақсы көтерілді, домалақ болып, бір келкі етіп осылай пісіріп шығамыз. Бауырсағымыздың барлық жері сарғайып піскеннен кейін шығарып аламыз. Барлық бауырсақты осылай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде орташа отта пісіріп алыңыздар.
себебі ортасы піспей қалуы мүмкін. Күлшен нанымыз және бауырсағымыз піскеннен кейін шаймен бірге столға қоямыз. Мен міне барлығын осылай пісіріп алдым. Міне бір корзинама күлшен нанды, бір корзинама бауырсақты осылай әсемдеп қойдым. Ас болсын, дайындап көріңіздер.